Қайырлы күн достар, есімім Айдана, каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бүгін оливье салаттың рецептісімен бөліскім келеді. Бұл салатты барлығы білгенмен, әркім әртүрлі рецептпен жасайды. Бізге қажетті ингредиенттер майонез, горох, қайнатылған картошка, сәбіз, жұмыртқа, тұз, вареный колбаса. Оның орнына қайнатылған ет қоссаңыздар болады. Маған етпен ұнамағандықтан вареный колбасамен жасаймын. Колбасаны кубиктеп тураймыз. Картопты, сәбізді, жұмыртқаны ұсақтап тураймыз. Енді салатқа горох саламыз. Одан соң майонезді салып. Достар, менің каналымда жаңа рецептілерді жіберіп алмас үшін жазылып қойыңыздар. Дәміне қарай тұз саламыз. Мінекей достар, біздің салат дайын. Негізі ет салсаңыздар, мясной салат деп атайды. Міндетті түрде жасап көріңіздер, сіздерге ұнайды деген үміттемін.